Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қаймақтан өте ерекше әрі дәмді болып шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне разрыхлитель салып, араластырып аламыз. Құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымыздың үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне бір жұмыртқа салып, оны да араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұн мен разрыхлительді салып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осы видеода көрсетілгендей жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолмен формамызға жаямыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Енді пирогымыздың начинкасын дайындаймыз. Сары майымыздың үстіне шоколадымызды салып, водяной баняда немесе микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Кейін оны суытып қоямыз. Қантымыздың үстіне 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамыздың үстіне 20% қаймағымызды салып, оны да араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Видеода көрсетілгендей қылып, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуіне суыған шоколадты массамызды салып, оны араластырамыз. Кейін үстіне 40 граммдай какао қосып, оны да араластырып аламыз. Осымен біздің начинкаларымыз дайын болды. Пирогымыздың шетін видеода көрсетілгендей шанышқының көмегімен тегістеп аламыз. Енді пирогымызға начинкаларымызды 3-4 ас қасықтан кезекпен кезек құйып отырамыз. Шпажканың көмегімен осылай өрнектеп, қызып тұрған 170-180 градус пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Піскеннен соң бөлме температурасында суығаннан кейін ғана формасынан аламыз. Міндетті түрде кем дегенде 2 сағатқа пирогымызды холодильникке салып қоямыз. Сол кезде сіздің пирогыңыздың начинкасы қататын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.